Балалар, бүгін сабағын жеткізетін сабақ жұрнақ және жалғау дейді. Жұрнақ пен жалғауды ажырата аламын дейді. Мәтіндегі тақырып мен ондағы негізгі ойды анықтаймын дейді. Елу жату сурет бойынша мәтін құрастыр дейді. Біздерде қыздың секірмектің себебі кіріп жатқан және ұлдың турникпен тартылып жатқан және айландырып жатқан, бел айландыратынмен айландырып жатқан көріп жатырмын. Бұл жаттығуларды жасайсыз ба дейді. Енді мәтін құрайды. Қараңыздар, енді мәтін құрайтын боламыз. Айша, Данияр және Аружан спортпен шұғылданып денелерін шынықтырып жатыр. Данияр турникпен жаттығып, күшін арттыруда. Айша секірмекпен секіріп, денсаулығын күшейтуде. Аружан сахнамен айналып, икемділігін жақсартып жатыр. Олар бұл жаттығуларды күн сайын жасап, өздерін шынықтырады. Мен істеп жазаткеміз, Қараңыздар, енді ары қарай 54-ші жаттығу өлеңді мәнерлеп оқы дейді. Ас алдында қолымды жуғы ойым бөлінді. Тазалыққа мән берем, мұнтаздай қып өнімді. Абжел өлеңі туралы, өлең тазалық туралы екен, Тазалыққа сөзін тазалық сөздерін салыстыр, содан өзің қорытынды жасап көр дейді. Қарап тұрсақ, мұны қараңыз, тазалық деген таза дегеніміз түбір екен, лық дегеніміз жұрнақ екен. Бұл жерде тазалыққа деген сөзімізде таза түбір, лық деген жұрнақ, қа деген жалғау екен, Міне. Енді ары қарай бізде қосымшаны жұрнақ, жалғау болып екіге бөлінеді. Сөз мағынасын өзгертетін қосымшаны жұрнақ дейді. Жұрнақтың белгісі міне. Үй сияқты болып тұрады екен, Үйдің төбесі сияқты. Мысалы, футболшы, оқулық. Бұл бізде жұрнақтың белгісі екен, Ары қарай бізде сөз бен сөзін байланыстыратын қосымшаны жалғау дейді. Жалғау белгісі міне. Мына жерде түптірішті болса, түптірішті болып тұрады екен, Мысалы, футболды оқуға. 55-ші жаттығу мақалды көркем жаз дейді. Өнерлі жігіт өрде озар, өнерсіз жігіт жер соғар. Жұрнақ жалғанған сөздерді тап дейді. Жерде жұрнақ жалғанған сөздеріміз біздің өнерлі, өнерсіз екен, өнерлі. Өнер дегеніміз бұл жерде түбір екен, лі дегеніміз жұрнақ екен. Өнер бұл жерімізде түбір, сіз дегеніміз жұрнақ екен, Міне. Енді біз ары қарай 56-ші жаттығу мектеп ұзындыққа секіру мен жүгіруден жарыс өткізілмекші. Жарысқа 2 және 4 сынып оқушылары қатысады. Сыныптарына секіру және жүгірумен шұғылданатын балалар бар ма? Олар осы жарысқа қатыса ала ма? Сол туралы өз ойынды білдір дейді. Бүйтіп айтсақ болады екен, біздің сыныптан Арлан мен Айбек спортпен шұғылданады. Сондықтан олар осы жарысқа қатысады, жүгірілгелі орындарға ие болады деп ойлаймын. Міне, істеп жазаткеміз. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.